Жетісу жері Қазақстанның алтын бесік аталуы тектен тек емес. Дәл осы жақұт мекен Жетісу жерінде қазақ хандығының ірге тасы қаланып, Мұқағали Мақатаев, Нұрғиса Тілендиев сияқты ұлы ақын жазушыларымызбен қатар елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да кіндік қаны тамған жер. Аталған тізім бұнымен шектелмейді. Киелі мекен грек-рим күресінің палуаны, еңбек сіңірген спорт шебері Жақсылық Үшкемпіров, грек-рим күресінен халықаралық санаттағы спорт шебері Нұрбақыт Теңізбаев, еркін күрестен олимпиада қола жүлдегері Мәулен Мамыров сынды мықтыларымыз шыққан. Айта кету керек, 2017 жылы Алматы облысының жауынгерлері Қазақстан ММА кубогын жеңіп алып, өз жерінде жарыс өткізу билігіне ие болған. ММА спортымен осы Алматы облысының спортшыларын шұғылданғанына біраз жылдар өтті. ММА спортына қызығушылық біздің өңірде өте жоғары деңгейде дамып келеді. Енді Алла бұйыртса, осы кубокты аламыз деген ойдамыз, және алуымыз да керек. Гүлмира Нұғманова, 25 жаста, ММА бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан вице-чемпионы, Қазақстан кубогының жеңімпазы. Естеміз балалар? Білеміз, тағы да бірнеше спорттың түрлері өте көп балалар. Енді міне алдарында өздерін көріп тұрсыңдар, апайларың да сендердің спортшы екенін білесің. Үй жұмысын орындадық па? Біз тренировканың алдында орындап келгенбіз. Молодец. Давайте енді қазір тренировка жасаңдар, мұқият болыңдар. Түсінбеген жерлеріңіз келіп тұрсаңдар, жүре ме? Әрине. Болды. Дастан Жақыпбеков, 21 жаста, ММА бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан чемпионы, Қазақстан кубогының жеңімпазы, Достастық кубогының қола жүлдегері. Семьяда 6 баламыз. Әке-шешем ауылда тұрады. Ең бірінші ағам, мен екінші балам, менен кейін екі қарындасым, екі інім бар. Енді қазір осы Талдықорған қаласында тұрамыз. Ағам сестренкам үшеуміз. Сестренкама ағам екеуміз поддержка беріп, осы жерде қарайласып жатырмыз. Қалған іні қарындастарым әке-шешем жанында, қапалығында. Енді әке-шешем басында қарсы болды. Одан кейін енді өздерде түсініп енді поддержка беріп олар да, ол кісілер де енді жан-жақтан көмектесіп жатыр. Енді осыдан тоқтап қалмайын деп ойлаймын. Мәди Досмұхаметов, 25 жаста, ММА бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері, Қазақстан кубогының жеңімпазы. Мен Алматы облысы Кербұлақ ауданы Жоламан ауылында туылдым. Спортпен 2005 жылдан бері айналысамын. Мен алғаш спортқа еркін күрестен келдім. Уақыт өте келе 2011 жылдан бері, яғни Жоламан ауылының тумасы Аманкулов Нұрлан Айшайұлының бастауымен сол кісі осы қалаға шақырып, Талдықорған қаласына алып келіп, бізді осы жекпе-жек өнерлерімен ММА джиу-джитсу спортына бейінді содан дайындай бастады. Содан бері қазіргі таңда ММА, жекпе-жек, әскери самбо, қоян қолтық ұрыс, басқа да спорт түрлерімен шұғылданып келеміз. Яғни бұл қазіргі кезде жеткен жетістіктеріміз жақсы, яғни сапалы дайындықтың арқасында жақсы нәтижелерге жетіп жатырмыз. ММА-дан Қазақстан кубогының командалық есепте былтыр бірінші орын алдық. Алла қаласа биыл да сол нәтижеге жетеміз деген үміттеміз. Сонымен қатар қазіргі таңда мен Алматы облысы полиция департаментінде жылдам қимылдайтын арнайы жасақта полиция инспекторы болып қызмет атқарамын. Жалпы МАДИ спортпен қатар біздің жұмыстың күрделілігіне орай әртүрлі жедел іздестіру шараларына қатысқан, бірқатар ұйымдастыру тобын құрықтауға қатысып, полиция департаментінің басшысы генерал-майор Мұрат Жалилович Үрімхановтың атынан, министрлігінің атынан үлкен құрмет грамоталарына ие болып жатыр. Жан Кенжебаев, 20 жаста, ММА бойынша халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстанның екі дүркін чемпионы, Азия чемпионы. Кішкентай кезден өте серьезный бала болып өстім. 5-ші классқа дейін атам мен апамның қолында өстім. Ауылда тұрдым. Содан кейін қалаға көшкелдім. Қалаға көшкеннен соң еркін күреске бардым. Қызығушылық пайда болды. Одан кейін апта сайын Алматы каналынан жекпе-жек болатын. Өзі папам екеуміз көріп қызығып отыратынбыз.
Содан кейін Қуат Хамитов ағаларыма қарап, Шафқат Рахманов ағаларыма қарап, осы спортты таңдадым, осы спортқа келдім. Бірақ ата-анам қарсы болды, анам әрине. Анам қобал жейтін біз үшін бармай ақ қой деп әңгіме айтатын. Бірақ біз бардық. Өйткені мен сездім бұл спорт өзім таңдауым екенімді. Кейіннен бәрі үйреніп кетті. Қазір мамам өзі жарысқа 2 жеті қалғанда диетический тамақтар дайындайды. Біз вес қолаймыз, бәрі ойдағыдай болады. Бәрі бізге қолдау көрсетеді. Жақындарымның қолдауын сеземіз. Мамаға ең алғашқы 3 жыл бұрын келдім. Осы 3 жыл уақыттың ішінде 2 дүркін Қазақстан чемпионы болып үлгердім, Азия чемпионы болып үлгердім. Ең бірінші шетелге Азия чемпионатына Сингапурға бардық. Ол жерде басында қиын болды, бірақ та тренерлерімнің, достарымның қолдауы арқылы жеңіл бәрі ойдағыдай өтті. Алланың қалауымен бірінші орын алдым. Артынан өсіп жатқан інім бар, туған інім. Біз кішкентай кезімізден екеуміз спортпен бірге айналысатынбыз. Бірге күреске де бірге бардық ең басында. ММА-ға да бірге келдік. Ол осы жылы өткен Қазақстан чемпионатында күміс жүлдегер атанды. Мен сенемін, оның болашағы әлі алдыда, үлкен белестерді бағындырамыз деген ойдамыз. Абылайхан Қадыржан 20 жаста. ММА бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан кубогының жеңімпазы, Battle of Nomads Grand Prix жеңімпазы. Көшпенділер сайысының белдігін, алғаш белдігін ауылыма алып келдім. Өзімнің туысқандарым, жолдас жораларым ғана қуанбай, ауыл тұрғындары және де қазақ жұрты қуанды. Ауыл тұрғындары бәрі күтіп алды, жақсы қарсы алды. Алғаш чемпион болған соң ауылымыздан шыққан. Осы ұтқан пойыз жеңісімді, белбеуімді анам арнады. Сол уақытта анамның туған күні болды. Сондай настрой ұстадым, сол настрой жеттім. Уже бір жас балам болды, жақында 1 жасқа толды. Енді бұл спортпен жүрмей, осы спортта жүріп, балама үлгі көрсеткім келеді. Осы мақтанатындай, әкем чемпион деп бетке ұстап, соны айтатындай, балам келешекте менен де асқан чемпион болсын деп тілеймін. Арман Әшімов 26 жаста. ММА бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан кубогының жеңімпазы, кәсіпқой жауынгер. М1 Global тұжырымы бойынша ең соңғы жекпе-жегімді Александр Доскальчикпен кездескен болатын. Сол кезде сәтсіздікке ұшырап жеңілген болатынмын. Бірақ ол кезде өзімнің осы жұдырым қолым сынған болатын. Демалғаннан кейін енді қазір Аллаға шүкір қолым жазылды. Барлық жерімді емдеп, бәрі реттіге келді. Жалпы мен интернет желісінде айтқан болатынмын, өзімнің қазақ елімді төбелескім келмейді деп. Өйткені мен өзімнің елімді шет мемлекетте еліміздің көк байрағын көтеріп, солай таныстырғым келетін болатын. Бірақ қазіргі таңда Алматы облысы Талдықорған қаласында өзімнің бапкерім Кубок Қазақстан өткізіп жатыр, ММА тұжырымы бойынша. Сол жарысқа енді өзімнің өскен жерім болғаннан кейін өзімнің әр адам өзінің үлесін қосу керек қой. Толқын Дәуренбекова 22 жаста. ММА бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, Қазақстан кубогының күміс жүлдегері. ММА-мен айналысқаныма 1 жыл болды, ровно 1 жыл. И осы 1 жылдың ішінде мен 2 жарысқа шықтым. Біріншісі Семейде Кубок Қазақстанға шықтым. Ол Кубок Қазақстаннан 2-ші орын алдым. 2-ші чемпионат Қазақстан, Астанада өткен чемпионат Қазақстанда тоже күміс жүлдегері болдым. Финалдан Аян Тұрсыннан ұтылдым. Негізі біз Аян Тұрсын екеуміз октагонда қарсылас болғанмен, өмірде біз жақсы доспыз, жақсы араласамыз. Осы жолы алтын менікі болады. Аян Тұрсын 25 жаста. ММА бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан чемпионы, Қазақстан кубогының жеңімпазы, Азия чемпионатының күміс жүлдегері, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Мен спортта дарынды балаларға арналған мектеп интернатында оқыдым. Кейіннен сол жерде колледж ашылды. Сол жерде колледжді қызыл дипломға бітірдім. Қазіргі таңда Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 3-ші курста оқимын. Мен таеквондодан 5 дүркін Қазақстан чемпионымын, ушу самбодан 3 дүркін Қазақстан чемпионымын,
ушусандан әлем чемпионатының қола жүлдегерімін. Комбат джиу-джитсудан Қазақстан чемпионы, Азия чемпионы, сосын ММА-дан Қазақстан чемпионы, ММА-дан Азия чемпионатының күміс жүлдегерімін, әлем чемпионатының қола жүлдегерімін, жекпе-жектен Қазақстан чемпионымын. Қазір кішкентай балаларды жаттықтырамын, келешекте олар да Қазақстанның туын көкке желбірететін үлкен-үлкен чемпиондар болады деп сенемін. Маған кішкентай балалар жаттықтыруға ұнайды. Қызыма әрқашанда қолдау көрсетемін. Енді өзінің қалаған спорты болғаннан кейін. Енді әр жарыстарға шыққан сайын айтамын мен қызыма, мен чемпионның мамасы болғым келеді. Осы және басқа да көптеген қарапайым жігіттер өмірін спортпен байланыстырып қана қоймай, келешек ұрпаққа өз тәжірибесімен бөліскісі келеді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2013 жылы 4 шілдеде мықты әрі сау ұлтты қалыптастыру идеясын айтқан болатын. Ол жерде Қазақстан әлемдік деңгейдегі спортты күшке айналуға ұмтылуға тиіс. Қазақстан жеңімпаздар елі деп аталуы керек деп нақты әрі мақсат қоя отырып айтылған болатын. Сол уақыттан бері Қазақстан ММА Федерациясының тарихына өз жеңістерін құнттап жазуда.